Түркештер. Сонымен Батыс түріктің соңғы қағанын өлтірген түркештер 704 жылы өз қағандығын құрды. Қағандықтың астанасы Арал маңы. Тұрандағы Суяб, Тарас қалалары болған дейді. Батыс түрік қағандығы кезінен бастап, үйсін ішіндегі дулаттар енді үстем орында тұратын болды. Олар Түркеш, Қойлау, Шимойын, Ысты, Жаныс деген 5 ірі тайпадан құралды. Бұлардың ең ірі күштісі Түркеш болды. Осы тайпа атынан Түркеш атауы пайда болған дейді. Түркеш сөзі нағыз түрік, шын түрік дегенді білдіреді. Осы бесеудің ішіндегі Қойлау, Шимойын атауы қазірде орта жүз Абақ Керейдің ішінде ру атауы ретінде кезігеді. Сондықтан да кей тарихшылар Керейді сары үйсіннен таратады. Яғни Моңғол үстемдігі дәуіріндегі керейттер қазіргі Керейге еш қатысы жоқ дейді. Бұл пікірді жығыла қостауға болмайды. Түркештер шығыс түріктермен бірде соғысып та көрді. Олар соғдылармен бірлесіп, арабтарға қарсы ұзақ соғысқандықтан ақыры әбден әлсіреп, 766 жылы билік қарлұқтарға өтеді. Негізгі билік қарлұқтарға өткенімен, Сыр Арал маңын мекендеген оғыздардың Ертіс маңында орталығы орналасқан қимақтардың елі деп анық бірнеше елікке бөлініп кеткен еді. Кей тарихшылар түркештерді таза қазақтардың хандығы болған дегенді айтады. Қалай десек те олардың бүгінгі қазақ халқына ең жақын хандық болғаны шындық еді. Түркештер арабтармен үнемі соғыса берген жоқ. Бірақ олармен одақтаса отырып батысқа баяу ішкерлеп кіре берген қытайларға 751 жылы ойсырата соққы береді. Бұл аса маңызды оқиға болғаны сондай, қытайлар қазақ жеріне, жалпы орталық Азияға бас сұғуды сандаған ғасырға доғаруға тура келді. Түркештер алғашында осы арабтармен де соғысқанында өзіндік себеп бар еді. Арабтар басында дін таратуды көздегенімен, оларда басқыншылық ниет те жоқ еместі. Түркештерден Архун, түрік жазуы сияқты бірегей тарихи ескерткіштер қалды. Қарлұқтар. Қарлұқтар ежелден Алтай, Тарбағатай маңын мекендеп, бірде батыс түрік, бірде шығыс түріктің құрамында болып келген тайпалар одағы болады. Олар Шігіл, Тұқси, Білақ деген 3 тайпадан құралады, қазіргі Ұлы Жүз Шапрашты тайпасындағы. Шығыс түріктің Білге хақаны өлген соң ішкі жағдай нашарлап, ақыры қарлұқтар тоғыз оғыздармен, басмұлдармен одақтаса отырып, 745 жылы шығыс түрік хағандығын құлата, орнына ұйғыр хағандығын орнатты. Бүйткен қарлұқтар тоғыз оғыздармен бірлесе отырып, бұрынғы одақтас басмұлдарды бағындырады. Басмұлдар деп сол кезде шыққан тегі белгісіз тайпаларды осылай атаған. Бірақ та бұларды қазіргі орта жүз арғынды құраған үлкен қайнар болды деуге әбден болады. Бұлар бүйтіп күшейе бере тағы да сыйыспай, ақыры өзара соғысып, қарлұқтар тоғыз оғыздан жеңіледі де, Жетісуға барып Түркешті құлатқан еді. Бұлардың тұсында ислам діні күшіне ене бастады. Түрік хағанатының билігі енді тоғыз оғыздарға өтеді. Осы қарлұқтардан қазақтың Найман Шапрашты руының бір бөлігі тікелей тарайды. Дегенмен олардың көбі қазіргі өзбек, ұйғырды құраған еді. Қарлұқтарды оғыздан шыққан. Бұл қай оғыз екені белгісіз, өйткені тарихта Арал Сыр маңы оғыздары және шығыстағы тоғыз оғыз деген екі ұғым бар. Өзара қатысы әлі де анық емес. Біз бұл жерде осы оғызды шығыстағы тоғыз оғыз деп қарастырғанымыз жөн. Тоғыз оғыз ішіндегі Байырқу тайпасынан Найман Керей тайпалары таралған деген тұжырым бар. Бұл сөзде жан бар. Өйткені тоғыз оғызды артынан қырғыздар құлатқанда, оның орнына Керей мен Найман хандығы орнап, орталық Моңғолияға қидандар келгенге дейін жалғасқанды. Артынан олар тағы да хандықтарын құрып, Шыңғыс дәуіріне жеткен еді. Бұл тоғыз оғыз одағы ыдыраса да, оның мұрагерлері хандықты одан ары жалғастырғанын білдіреді. Көктүріктің тұсында оның құрамында 6 кіші хандық ұлыстар қарап келді. Билік бірінен соң біріне өтіп отырды. Сондықтан сол кездегі хағанаттарды дәл ұйғырдың, қарлұқтың, тоғыз оғыздың, қырғыздың, не қыпшақтың елі деп айтуға болмайды. Бұл елдер
қазіргі түркі тектестердің барлығына ортақ ел. Бұлардың ішінде ұйғыр деген атау қазіргі ұйғырға тіпті қатысы жоқ. Сол кездегі түріктер елін біріккен деген мағынамен ұйғыр деп атағаны тарихи шындық болады. Қимақтар. Қимақтар Алтайдан Ертіс Жетісуға дейін мекендеген батыс пен шығыс түрік құрамында болған тайпа. Батыс Моңғолиядағы ұйғыр немесе біріккен түріктің 3-ші қағандығы 840 жылы қырғыздар тарапынан құлаған соң, осы қағанаттың батыс бөлігінде Қимақ қағандығы құрылады. Бұлар 7 тайпадан құралды. Артынан олар Қимақ, Қыпшақ, Құман деген 3 үлкен бірлестік болып қалыптасты. Олардың шарықтаған кезі 10 ғасыр шамасы еді. Бұл кезде олар Каспий теңізіне дейінгі жерді иемденсе, 11 ғасырда оның орнын Қыпшақ тайпасы басты. Бұдан кейін олар Қыпшақтарға тәуелді болып, Қыпшақ атала бастады. Бұл араға бірнеше ғасыр салып, Қыпшақ тайпасының тарих сахнасына қайтадан көтерілу еді. Осыдан көп ғасыр бұрын көк түрік тұсында билеуші тайпа осы Қыпшақтар болғанды. Бірақ та арасында өзінің билеуші орнын 9 оғыздарға айырылып қалғаны тағы бар. Бұлар барлығы дерлік түрік тектес тайпалар болды. Билік бірінен соң біріне өткені болмаса, олардың құрған елі бәрібір көк түркінің мемлекеттері болған еді. Қарахан мемлекеті. Жетісу мен Қашқарияда құрылған Қарахан мемлекеті 942 жылы 1210 жылға дейін хандық құрды. Бұл мемлекетті Қарлұқтың не ұйғырдың елі болған деген орынсыз пікірталас бар. Дегенмен біз осы екі ұлыстың екеуінің де үлесі болды десек қателеспеппіз. Бұл жерде ұйғыр деп отырғаны таза 9 оғыздар. 9 оғыздың ішіндегі Шігіл, Яхма тайпасынан осы Қарахан шыққан еді. Ұйғыр дегені түркінің соңғы қағанатының жалпы атауы болғаны болмаса, оның билеушісі тайпасы дәл осы 9 оғыздар болған жоғарыда айттық. 9 оғыз құрамында болған Едіс тәрізді тайпалар қазіргі шығыс Түркістанға ығысып, онда қағанаттың ұйғыр атауын ала барғаны қазіргі ұйғыр халқының атауының бастамасы болады. Бірақ та бұл ұйғыр атауы сандаған ғасырдан соң қазіргі ұйғыр мағынасына әрең ие болғанды. Қарахандардың құрамында Үйсін, Қаңлы, Дула, Тарғын, Қыпшақ, Қырғыз тіпті 9 оғыздың да бір бөлігі қарасты болған дейді. Ал Қарлұқтар дегеніміз кезінде батыс пен шығыс түріктің қай-қайсының құрамында болып артынан Жетісуға қоныс аударған тайпа. Қарахандар біртіндеп күшейе отырып, екі өзен алқабындағы саманилердің иелігіндегі бір бөлікті өзіне бағындырып алады. Елдің астанасы Тарас, Қашқар қалалары болды. 10 ғасырдың аяғында Қарахан елі екіге шығыс және батыс қағандыққа бөлініп кетеді. Осы кезде Анадолыға барып, едәуір күшейіп алған түрік селжүктер Қарахандардың батыс қағандығына яки Сыр маңындағы оғыздарға шабуыл жасап, бір кез өзіне бағындырды. Бұл оғыздар артынан түркіленген көшпелі парсылармен араласып, түркімен аталған дейді. 13 ғасырдың басында Қарақытайдың Елуй, Цию, Дашы Қарахандардың шығыс қағандығын өзіне бағындырды. Осымен Қарахан әулеті ел ретінде өмір сүруін тоқтатты. Қарақытай мемлекеті. Ежелгі дәуірде Қытайдың Тан әулетімен көрші болған қидандар қазіргі Манчжурия, шығыс Моңғолия өлкесін мекендеп келгенді. Көшпелілерге үнемі зорлығын істеп тісін батырып отырған Қытайлармен күресу үшін олар сол кездегі түріктермен, кәрістермен, яки олардың Көре, Бахай, Шилла мемлекеттермен одақ құрса, бірде керісінше қас жауы Қытаймен де одақ құрып басқаларға қарсы шығып жауласып отырды. Осындай жаугершілікте болған олар бірде Жүрчіннен, Шүршіттер, өле соққы жеп, содан қиданның бір бөлігі батысқа қарай ығыса көшіп, алдыңғы легі Алтай Жетісуға дейін барған дейді. Қидандар мұнда келісімен жергілікті Найман керейттердің керей бір бөлігімен Оңғыт, Уақ ұйғырлармен бірлесіп, 12 ғасырдың басында үлкен одақ құрды. Осылай күшейе бастаған оларға Қарлұқ, Қаңлылар да бағынған дейді.
Демек біз қидандарды да ежелгі түрік тектес тайпа болды десек ағат кетпеспіз. Олар қытайлар айтып жүргеніндей Қытайдың Ляо мемлекеті әсте болған жоқ. Қарақытай атын бұлайша Ляо деп өзгертіп, Қытай текті деп көрсету әрден туындаған мақсат. Қытайлар Қарақытай және ежелгі үйсін мемлекеттерін Қытайға жақын болды дейтін ертектерін айтудан жалыққан емес. Алайда Қарақытай мемлекеті тұтастай түріктен құралды. Артынан түрікке толық сіңіп әбден көк түрік болды. Бұл ұлы қорған маңынан ертеде көшкен ежелгі көк түріктермен арттағы көшпей қалған түріктердің өзара қайта бір тоғысу еді. Бұл тоғысу үрдісі қазақ халқының қалыптасуына өзіндік үлесін қосты. Ал ежелгі мекенінде қалған қидандар шүршіттермен бірігіп Қытайдың солтүстік бір бөлігін өзіне бағындырды. Сол үшін де Қытай жазбаларында оларды өзіне меншіктеп Ляо елін Қытай мемлекеті болған дейтіні бар. Болса да бұл енді батыстағы Қарақытайға еш қатысы жоқ жайт. Осы қидандардың тұсында Жетісу, Алтай, Ертіс маңын мекендеген Керей, Найман секілді үлкен тайпалардың тек бір бөлігі ғана шығысқа, яки қазіргі Моңғол жеріне ығысты. Демек бұл тайпалар ішінен бөлініп кеткен жоқ, тек үлкен аумаққа созылып қоныстанды. Олардың шығыс бөлігі онсыз да бұрыннан қазіргі Моңғол жеріне мекендейтін болған.